Түркістан қалалық полиция басқармасының 102 арнасына Түркістан қаласының жедел жәрдем қызметкерлерінен жол көлік оқиғасы орын алғандығы жайында хабарламасы келіп түсті. Яғни хабарламаны тексеру барысында Түркістан қаласы Бостандық даңғылы бойында екі әйел азаматшаны аты-жөні белгісіз тұлға өзінің автокөлігімен соғып, жол көлік оқиғасы орын алғандығы анықталды. Түркістан қаласының орталық ауруханасына түрлі дене жарақатымен түскен. Сотқа дейін тергеп-тексеру барысында және өзінің ВАЗ-21 маркалы автокөлігімен соғып жол көлік оқиғасы жасағандығы анықталды. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 345-347 бабы бойынша сотқа дейін тергеп-тексеру амалдары басталып, қазіргі таңда тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу амалдары жүргізілуде.